Негізі бұл тағамды мясо по-французски деп өзіміз басқа ұлттың атынан ат қойып алып жасап жүрміз ғой. Кім олай атады және неге олай атады, ол жағы бізге беймәлім, дегенмен өте оңай жасалатын дәмді тағамдардың бірі. Алдымен тартылған етке қара бұрыш, тұз, паприка, кориандр, қызыл ащы бұрыш, ұсақтап туралған пиязды қосып қолмен араластырып аламын. Одан кейін соусын жасап қоямыз. Оған 5 ас қасықтай қаймақ, 7 ас қасықтай майонез, 2 сарымсақтың түйірі мен тұз салып араластырып аламыз. Противенге май жағып, 2 қатарынан картопты тізіп шығамын. Бұл жерде мен картопты қатты жіңішкелеп турамаймын, шамамен жарты сантиметрдей деп турап аламын. Картопты 2 қатар тізіп шыққан соң жаңағы соусымызды жағып, үстіне тартылған етімізді жаймалап шығамыз. Еттің үстінен картопты бір қатар тізіп, тағы соусымызды жағып аламыз да, бетін фольгамен жауып, 200 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат 15 минутқа қойдым. Одан кейін бетіне 1-2 ас қасықтай майонезді жағып, ірі үкіштен өткен ірімшікті сеуіп, 15 минутқа қайта пешке саламыз. Енді дәмі күшті болып, сочный болып шығады. Парақшам пайдалы, сондықтан дәл қазір тіркеліп алыңыз.